тілім саған айтайын, осы сөздің келесін тап. Қолым сені қайтейін, қаламды тұрдым қапқыста. В чем волшебство поэзии? Возможно, обнажение чувств, способности затронуть сердце струн. Ведь могут же слова слетающих с уст счастливыми сделать день угрюм. А может, это просто наваждение? И все ж, покуда существует свет, за строчкой строчку, словно ожерелье, нанизывает медленно слова поэт. Вижу все вас оскорбить, печальный тайне объяснение, какое горькое презрение ваш гордость хотите поразить. Чего хочу, с какой целью открою душу вам свою, какому условному веселью быть может, повод подаю. Құп білемін, сізге жақпас, ескі жара білтелеу, ақ жүрегім енді ұмытпас, мезгілі жоқ қай медеу. Ықтиярсыз мұңды сезім кетті ыршып жолыңа, мазағыңа бердім өзім, өз басымды қолыңа. Die Vögel einen Schweigen im Walde warten nur, deine Ruches Dual. Қараңғы түнде тауқалғым, ұйқыға кетер балбырап, даланы жым-жырттей салып, түн босады салбырап. Шаңдай алмас жолдары, сыбдырламас жапырақ, тұншығарсың сен дағы, сабыр қылсаң азырақ. Попрыгуня стрекоза, лето красное пропела, оглянуться не успела, как зима катит в глаза, помертвела чисто поле, нету дней этих светло-боли, как под каждым ельском был готов и стол, и дом. Шырылдауық шегіртке ыршып жүріп ән салған, көгалды қуып көрейік, қызықпен жүріп жаз салған. Жазды күнді жапырақтың бірінде тамақ, бірінде үй, жапырақ кетті, жаз кетті, күз болған соң кетті күй. Жүрегімнің түбіне терек бойлы, мен бір жұмбақ адаммын ондойлы. Соқтық бала соқпақсыз жерде өстім, мұңмен жалғыз алыстым, кінә қойыма. Абай болашақ ұрпаққа сөзін осылай арнады. Бұл өткеннің құлазыған ғасырларынан өзіне бейін таныс, басқа, бірақ жарқын болашаққа сенімді жол салған ақынның айтқан сөзі еді.
Даланы торлаған адамдық түнегіне ол шам шырақтай сәуле төкті. Және таңы атып, күні шығатын жаққа апаратын жолды өз халқына талмастан көрсетті. Баланың жақсысы қызық, жаманы киіп. Ұстаз деген жалықпайды үйретуден балаға. Адамның адамшылдығы жақсы ұстаздан болады. Сен де бір кірпіш дүние кетігін тап та бар қалан. Білімді болуға оқу керек. Өз тілінде сөйлеген, өз тілінде жұртын жазған. Ұлттығы еш уақытта адамның құрылмай, жоғалмайды. Ұшақ нәрсе адамның қасиеті, ыстық қайрат, нұрлы ақыл, жылы жүрек. Сәулесі судан көрініп, аудың жаны терең сай, тасыған өзен. Аудың жаны терең сай, тасыған өзен көрілген.
Знание чужого языка и культуры делает человека равноправным с этим народом. Человек, заполнивший слова мудрых, сам становится благоразумным. Человек – дитя своего времени. Если он плох, в этом виноваты его современники. Человек может стать хорошим, только сравнивая себя с хорошим. Любовью Бога созданы народы, и ты люби их, как себя. Люби людей, как братьев, как свободу. Тогда и истина, и жизнь для тебя.